Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық. Бүгін біздің студиямызда тамаша әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақконцерт мемлекеттік ұйымының директоры Жеңіс Сейдолла ағамыз студияда. Қош келдіңіз, Жеңіс аға. Рахмет, қайырлы кеш. Көңіл күйіңіз қалай? Көтеріңкі. Мынау концертке дайындалып жатырсыз 1 қараша. Да, 1 қараша сағат 19:00-де Қазақстан орталық концерт залында сүйікті Астанамыздың 20 жылдығы мерейтойының аясында болып жатқан ән кешіме сіздерді шақырамын. Бұйырса жанды дауыста. Барлығы жанды дауыс болады. Эстрадный симфонический оркестр дегенді көбісі ұмытып қалған шығар деп ойлаймын. Сондықтан соны еске салу үшін бір мастер-класс көрсетеміз. Қазақстандағы ең мықты музыканттардың бәрін басын жинап, бір жақсы бір әндетіп тұрып, инструментальный музыкалардың бәрін көрсетпекшіміз. Қаншама жылдар өтсе де келемін аялаумен деп өзімнің сүйікті үйде келіншегім арналған әндердің бірі. Тамаша. Қаншама жылдар өтсе де Жеңіс Сейдоллаұлы қазақ елінің тамаша әнімен тербеуден жалыққан емес, жалықпайды да. Бүгін де Қазақ радиосында ән салайық бағдарламасында жанды дауыста ән тарту етпек. Ал тыңдармандарымызға біз хабарлаймыз, егер де сауалыңыз бар болса, тілегіңіз бар болса, 2-1 желіміз сіздер үшін қосулы 75-72-75, Астана қаласының коды 8717-2. Ал ендеше әнге кезек берейік. Қаншама жылдар өтсе де деп аталады. Қаншама жылдар өтсе сіздер үшін. Аялап сені келемін мен, жүзіңнен шуақ көремін мен. Аялап мені сенде жаным, күнімсің жарық бере білген. Шынарымсың, жүранымсың, анасы сенсің балалардың. Анасы сенсің даналардың. Жаным ау жазған әндерімді өзіңнен артық бағалар кім? Шабытымсың, бақытымсың. Қаншама жылдар өтсе де келемін аялаумен, жүрегім нұрын төксе де қанатын жаядан мен. Өтсе де жылдар қаншама, сенерім сен деп білем. Өзің деп бағым жансаян, әніммен тербеп келем. Бақытты өмір берекеміз, жарасты көңіл мерекеміз. Армандар алға жетелейді, біргеміз мәңгі сен екеуміз. Шаттығымсың, ақ гүлімсің. Қаншама жылдар өтсе де келемін аялаумен, жүрегім нұрын төксе де қанатын жаядан мен. Өтсе де жылдар қаншама, сенерім сен деп білем. Өзің деп бағым жансаян, әніммен тербеп келем. Өтсе де жылдар қаншама, сенерім сен деп білем. Өзің деп бағым жансаян, әніммен тербеп келем.
тікелей әуе толқынында тамаша Рахмет. жанды дауыста ән шырқап жатырмыз. Иә, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Жеңіс аға, сіз 2006-2013 жылдар аралығында Гүлдер ансамблін басқардыңыз. 2013-2014-те Қазақ ұлттық өнер академиясында да басшылық қызметте болдыңыз. Ал 2014-2016 жылдары Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжін басқардыңыз. Ал 2016 жылдан Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясын, қазір Қазақ концертті басқарып жатырсыз. Осы басшылық қызмет енді жұмысы көп қой, былайша айтқан кезде. Шығармашылыққа кедергі келтірмей ме? Шамалы бар енді. Бұл енді біреулер айтты ғой, ертеректе бір жас бала айтқан ғой, шүкір деген ғой, осылай тез-тез жұмыс істеп жатқан ғой. Сөйтсе үлкен кісі айтты, шамалы бітеп қарап отырып, ау, мынау енді тез-тезге жатыр екенсің, мынау деп еңбек кітапшаңда да. Сөйтсе ана жас бала айтыпты. Енді келе жатырмыз ғой, сіздер жаңа салып кеткен баспалдақпен деген ғой, сөйтсе айтады, мынау лифт қой деп айтады. Сондықтан бірақ енді лифт сияқты көрінгенмен өте қиын жұмыс қой бұның бәрі. Әрине, оның бәрі тәжірибенің, сосын уақыттың бәрін алады. Ол бірақ тәжірибелі бастық болғаннан кейін енді оның барлығын басқару керек, ұйымдастыру керек, алдында жүріп отыру керек, көмектесу керек, бірге. Енді жалпы айтқанда мынау қоғамға өте пайдалы болған, ол кәдімгідей денеңе, өзің басыңа, жүрегіңе, кеудеңе рахат береді негізі. Барлығы дұрыс қой енді Жеңіс аға. Енді сіз істеген ұжымдағы әріптестеріңіз айтып жатады, сабырлы болып өз мақсатыңа жетуді, күйгелектенбей, ашуланбай, күліп жүріп барлық мәселені шешуді осы Жеңіс ағадан үйрендік. Шында да үнемі күліп жүресіз, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Жалпы өнерге мінез қаншалықты керек? Ол әрине керек. Содан кейін мінезді болу деген ол еркек кіндікке ол өте керек. Сосын менің шешемнің айтатыны бар, ай сендерден гөрі біздің қыздар өжет қой деп. Сондықтан қыздарға ол қандай өжет екенін қазақ қыздарының ол енді бір Әлия Мәншүктен білуге болады. Мысалға Хиуаз Османлылардың кешеге кеткен. Сондықтан жалпы қазақ өте мінезді болған халық. Сол мінезімізді мен күніге жатқан сайын жаратқан иемізден тілеп жатам. Осы мінезіміз жоғалтып болмайық, осы мінезді болайық. Әрқашанда өзіміздің мықтылығымызды көрсетейік, шекарамызға берік болайық деген дүниенің барлығын біз сол жаратқан иеден күнде сұрауымыз керек, и соған біз сай болуымыз керек деп ойлаймын. Сізді мүлде ашуланбайды дейді, осы рас па? Жоқ, ашу деген ол жақсы жерге апармайды негізі. Біраз адамды кемітіп тастауы мүмкін. Бірақ ашуланатын жерде ашуланыз, бірақ ол керек емес негізі. Тем более басшылықта жүрген кезде. Оның барлығын адамды жұмыстан қуып жіберу түкке тұрмайды де. Ал бірақ ол сенің керек екенін біліп тұрып, мінезі онша нашар болса да, оны соның мінезін өзіңе баптап, жақсылап тәрбиелеп, оны өзіңмен бірге алып жүру, ол екінші жағы бастықтың. Ең жақсы жағы сол шығар деп ойлаймын. Сондықтан қызметкерлерді ұрса бермей, шабыттандырып, ыңғайын таба білу керек. Жаман адамға 40 рет жақсы десең жақсы болып кетеді. Сондықтан оны тәрбиелеу керек. Жақсы. Енді шыңға шыққанда шалт қимылдама деп айтып жатады ғой Жеңіс аға. Әрбір әрекетке есеп беру керек, бақылай отыруың керек әрбір іс әрекетіңді. Кейде адам содан да шаршайтын секілді. Ашуланбайды деп жатырмыз, өзіңізді. Жалпы қай уақытта өзіңізді еркін сезінесіз? Кіммен және қайда? Үйде немерелеріммен. Өте жақсы. Балым немерем жаным дейді ғой, немере тәтті дейсіз ғой. Оныңыз рас. Үйде шығады әндердің көбі, Жоқ, жолда да шығады, үйде де шығады. Енді мысалға мен саған ән деген әнді ең ертеректе жазылған әндердің бірі, соны арғы ғасырдың 1991 жылда жазылған. Сол әнді мысалға сен композиторым деп атайсың, ол кезде уже арман шығып қойған, оның алдында тағы да басқа там өлеңдер болған. Сол кезде менің келіншегімнің жаңағы жолдасы, досы десе болады, жақсы журналистка Анар ханым келіп үйге, сен композиторым дейсің, неге осы әйеліңе бір ән жазбайсың деп. Сол осылай наушник кидімде алдында инструмент тұрған, сонымен әңгіме үшін керек, жарты сағаттың ішінде ән шықты. Енді мен бір жеттей болам, осы жерде дейді, командировка келген Алматыға. Соның ішінде сөзін жазып, мен өз көзіммен көріп кетуім керек деп. Сосын Марат Сақатов марқұм жатқан жер жайлы болсын, сол кісіге барып айттым, Марат аға осындай болып жатыр, прям тез-тез жазу керек сөздерін. Сөйтіп жазып берді. Ең қызығы мен келіншегім домбырашы. Содан кейін домбыраңды алып бір күй шертіп берші, көңілі біраз аунасын деген өзім сөзді қосқанмын. Сөйтіп келсем ол сөз жоқ екен.
Алматыда шақарын енді білетін адамдар біледі, анау Микаян деген бір көшелер бар, ана апыр топыр, ана Кеңсайдың жанында. Мезаян ба, сондай бір көшелер бар. Сол Кеңсай жақта Марат ағамыздың үйі тұратын тұғын, енді частныйлар көп. Сол Марат ағамызға барып айтсам, мына сөзі қайда десем, мен әйелім домбыра татпайды. Жолдастарым әйелдер домбыра татпайды. И көршілер де домбыра татпайды, әйелдері дейді. Сосын рас па сондай деп, сол келістім де, сосын жаңағы сөзін алдым да, бірақ сөзіне риза болдым мен әңгімешін керек. Сосын келіп текст алып, сол көршілер кімдер екен деп қарасам, өңкей орыстар екен. Сөйтіп бір сан соқтырған, сонда орыс көршілерімде домбыра тартпайды дейді, әрине тартпайды орыстар болса. Мүмкін домбырашылардың арасында тұрған кезде әннің сөзі басқа болу керек. Да, сөзі басқаша болу керек еді. Сөйтіп сондай бір дүниелер болған. Ендеше осы әнді орындасақ. Сөйтейік, саған әнімді орындап берейін мен. Әнім бір саған арналады. Саған әнім. Ойын күлкі қызық іздеп басқа жақтан, байқамаппын жаным мөлдір көзіңді. Достарыммен тойлап думандатып босқа, жоғалттым ба гүл сезімді. Кешір мені жаным, ауырмасын жүрек, қиналмашы жүдеп, сенсің қымбатым. Саған бақыт тілеп, жаңа таңдай атқан, қайта жанды махаббатым. Әнім бір саған арналады, сен жалғызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Ашуыңды басып, жан сырымды тыңда, қабағыңды ашып маған еркеле. Келші сүйген жарым, наз күлкіңді сыйла, жігер берсін ертеңіме. Шалқып тасып көмір көтсін мәңгі зырлап, қуанышқа толсын күн мен кешімде. Келсін бізге ән боп сонау өткен жылдар, жүзіп бақыт кемесінде. Әнім бір саған арналады, сен жалғызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Әнім бір саған арналады, сен жалғызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Әнім бір саған арналады, сен жалғызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Әнім бір саған арналады, сен жалғызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Жүрек өзің деп ән салады, сен жұлдызымсың. Сен жұлдызымсың. Марат Сақатовтың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдолланың тамаша саған әнім әнін орындаған автордың өзі Қазақ радиосында ән салайық бағдарламасында. Қадірлі радио тыңдарман, егер сауалыңыз бар болса, біздің 2-1 желіміз дәл қазір сіздер үшін қосулы. 75-72-75, Астана қаласының коды 8717-2. Аға, қазіргі кезде біздің шоу-бизнес деп атайық, шоу-бизнесте қазақ эстрадасында хайп деген нәрсе
көбейіп баратыр барған сайын. Жаңағы қара пиар, бұрынғыша атағанда қара пиар, қазіргі хайп, жастардың тілімен айтқанда әртүрлі өсек аяң шығарып, төбелес шығарып болмаса, сондай нәрсемен танымал болуға тырысып жатыр. Осы нәрсеге көз қарасыңыз. Жалпы бізде одан кейін кәсіби әншілер бұл нәрсені көп пайдаланбайды. Жаңағы мамандығы әншілер көбіне жаңағы интернет арқылы танылған жігіттер, қыздар қолданып жатады осы нәрсені. Осыған сіздің көзқарасыңыз, бұл заңдылық дұрыс нәрсе ме, әлде? Бұл заңдылық. Бұл заңдылық, біз бұны да өтіміз керек. Бұның барлығын Ресей осыдан бір 30 жыл бұрын өтіп кеткен, Американ где-то бір 60-70 жыл бұрын өтіп кеткен. Оның барлығыне дұрыс қарау керек. Дұрыс қарағанда енді әркімге қалай, ол пайдасы бар ма? Ең бастысы сол жердегі жаман нәрсені мынау біздің ізімізден еріп кеткен балдардан абайлау керек. Солар үйреніп алуы мүмкін. Олар одан да зорын шығарып, содан кейін қайып жасап жүргендердің мезін шығару мүмкін. Бүгінгі жасап жүргендерді. Сондықтан қайып жасағандармен жылап көрісіп қалуымыз мүмкін дейсіз ғой. Жылап көрісіп қалуымыз мүмкін. Баяғыда айтушы еді ғой, қара өрісті көрген кезде сары өрісі әкеңде көрінеді деген. Тура сол сияқты әңгіме, оны сондықтан абайлау керек. Әрбір жаңағы істеген ісіңізге әрбір адам өзінше жауап беріп жатса, и ол ең қызығы бұл жаман екенін біліп жатса ол өзінің, сол кезде біз әрі қарай жылжуымызға болады негізі жақсы нәрселермен. Бірақ жаман деген дүние әрқашанда бір 5-ші колесо болып жүре береді ғой. Қалмайды дейсіз. Да, қалмайды ол. Өйткені оны бір жаңағы айтушы еді ғой баяғы шалдар. Анау жаңағы бір жері сынып тұрған адамды саған әдейі көрсетіп қойған, чтобы сенікі үлгі алсын, сенің барыңа Құдайға шүкір деген сияқты қылып та. Сондықтан әр нәрседен бір кішкентай да болса вывод жасап тұру керек. Ал біз осы нәрсені тазалай аламыз ба? Қазақ эстрадасын жалпы жаңағыдай көркемдік кеңес деген нәрселермен. Көркемдік кеңесті жиюға болады. Ол жерде де қазір көркемдік кеңесте отыратын адамда аз қалды ғой, негізі әңгімесін керек. Мысалға қазір мен ойлаймын, Сейдулла Байтерек, Тілес Қажғалиевтер тірі болса, мысалға да енді кім кеңес десе жалғыз қалды деуге де болады негізі. Сол кісілер столды бір бұрса бізге, біз содан кейін келесі балдарды ұратын едік. Қазір айтайын десең, балдарға оларды былай не қылуға болмайды, бір шамалы былай не деуге де қатты кінәлауға болмайды. Өйткені сын айтқан кезде сағын сындырмайтындай қылып айту керек. Оны түсінетіндер түсінеді. Бірақ мен ойымша, мен өзіммен байланысты не болатын болса, мен тыңдайтын адамдарға айтам. Ең жаманы ақпағылап қайтқан жаман ғой. Мысалға айтасың, біреулер түсініп жатады. Сосын мен былай істеңдер, ұят болады. Кешірім сұраудан ешқашанда қорықпаңдар, тем более өзің қазағың болып жатса мысалға. Сондай дүниеге берік болу керек. Бірақ енді мына желі деген дүние бұл әлемдік жалпы былай шарлап кеткен сондай бір дүние, оны тоқтату енді қиын енді әңгіме. Енді айтып жатырмыз ғой, хайп пен лайктың заманы деп, қазір енді плагиат деген дүние де бар. Дендеп бара жатыр. Көз қарасыңыз қандай, жалпы әннің киесі қандай сіз үшін? Нет, негізі былай, плагиат дегенді де біз өтіп жатырмыз. Мен айтып отырмын ғой, көршілеріміздің бәрі өтіп кеткен оның барлығын. Ең қызығы, Қытайда плагиаттық деген дүниеге вообще қарамайды да. Мен айтатыным, өйткені о жақта өлеңді алады да, қытайша жазады да, бұл Қытай қалғаны или Қытайдың композитор деп сөйтіп айта салады. Кезінде мысалға анау мынандай болған Майкл Джексонге сол енді жаңағы өкімет басымен, Американың өкімет басымен шығып, жаңағы қытайлық басшыларға мынау не деген сұмдық, мынау өлеңдерін, кассеталарын бәрін сатып жатсыңдар. Сендерде демократия қашан болады деген кезде сол айтқан екен, біз демократия қылатын болсақ, шекарамызды ашатын болсақ, қазір сіздерде где-то бір 10 миллион Қытай бар, бір жеттен кейін 30 миллион болады деген екен. Сөйтсе айтты, демократлардың өзіңе керек, бізге керек емес, демократлар өздерінің ішінде бола беріңдер деп. Сондай дүние, плагиаттық деген дүниені болып жатады. Бірақ ең қызығы, мен айтайын дегенім, 95 жылдары екен бүкіл орыстардың мықты жаңағы сыншылар жиналып алып былай деп айтқан. Таза егерде біз негізі шоу-бизнеспен байланысты айтқан, шоу-бизнес басталған жерде шығармашылық дүние деген бәрі бітеді. Ол да заңдылық негізі. Сондықтан шоу-бизнестің өзінің заңдылығы бар. Ол жарты күндік ән бола ма, ол бір күндік ән бола ма, ол бір жетілік ән бола ма, оның барлығын басты ақша табу олар. Да, олар сондай дүние болады. Содан кейін халыққа мен айтар едім, көбінесе осы әрбір халыққа да сондай бір не
тән бір нәрсе бар. Егер де ол жақсы көріп тұрса, жаңағы ол қай жақтың әні, ол бәрібір негізі. Мысалы, ішінде әйтеуір, ой жаным Гүлайна деген сөз болса болды, сырылдатып әрмен қарай айтып кете беруі мүмкін. Ең қызығы олар да керек. Енді ең басты елімізде есті әндер болсын, аға? Әрине, көп болған жөн. Ән тыңдасақ деп жатыр біздің Инстаграм желімізде тыңдармандарымыз. Қандай ән айтып көрейік. Алматым алтын бесіктен бастайық. Тамаша ән, иә. Құрметті радио тыңдаушы, егер де қояр сауалыңыз Жеңіс ағамыздан сұрайтын әніңіз болып жатса, хабарласыңыздар. 75-72-75, Астана қаласының коды 717-2. Сонымен қатар мобильді байланысымыз 8-700-755-33-55 бойынша қызмет көрсетуге дайын. Ендеше Алматым алтын бесік, Жеңіс Сейдолла Қазақ радиосында. Көторғын кештерде көше бойлап, көтеріп көңілдерін. Құрболар келеді күліп ойнап, серпілтіп сезімдерін. Айналайын ай, ару қаламай, сайранда біз жүрміз бірге тойлап, Алматым өзіңде біз. Жүрдің Алматым ордасындай, думан тойлар өткізген. Дос құрбы жандардың ортасында, жарқын өмір кешкізген. Қыздардың күлкісі сыңғырлаған, көкейімнен кетпейді. Бар қызық сыйлаған тағдыр маған, бұл күндерге жетпейді. Жеткіздім әпелеп талай досты, Алматым алтын бесік. Табысқан қаншама жасты қосты, өмірге ашып есік. Жарқын күндер ай, айлы түндер ай, сөнбесін мәңгілік жастық оты, қалмасын достық өшіп. Ән жүрдің Алматым ордасындай, думан тойлар өткізген. Дос құрбы жандардың ортасында, жарқын өмір кешкізген. Қыздардың күлкісі сыңғырлаған, көкейімнен кетпейді. Бар қызық сыйлаған тағдыр маған, бұл күндерге жетпейді. Айналайын ай, ару қаламай, сайранда біз жүрміз бірге тойлап, Алматым өзіңде біз. Ән жүрдің Алматым ордасындай, думан тойлар өткізген. Дос құрбы жандардың ортасында, жарқын өмір кешкізген. Қыздардың күлкісі сыңғырлаған, көкейімнен кетпейді. Бар қызық сыйлаған тағдыр маған, бұл күндерге жетпейді. Жеңіс Сейдолла Қазақ радиосында, құрметті радио тыңдаушы, астаналықтар, Астана қаласының қонақтары 1 қараша күні Қазақстан концерт залында 19:00-де, дұрыс қой, Да. Қазақстан орталық концерт залында 1 қарашада 19:00-де біз сіздерді күтеміз. Барша қазақ елінің, қазақ эстрадасының жұлдыздарының қатысуымен жанды дауыста Жеңіс Сейдолла ағамыз тағы да өзінің тамаша әндерін шырқайды. Сондықтан қапы қалмаңыздар, міндетті түрде осынау концертке баруға кеңес береміз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар секілді, тікелей әуе толқынына қосып тілдесейік. Қайырлы кеш. Иә, сіз тікелей әуе толқындасыз. Саламатсыздар ма? Иә, ассалаумағалейкум. Жеңіс Сейдолла ауылына сәлем айтайын деп едім, Алматыдан Мадияр деген бауыры.
Амансыңдар ма? ағамызға үлкен табыс тілеймін. Баяғыдан бері танимыз. Рахмет. Мадияр, сіз де өнер адамысыз ба? Жоқ, өнер адамы емеспін мен. Бұлай енді қазақ радионы ыңғай тыңдаймыз да, өзім жақсы көреміз әуендерді. Үлкен ағаларымыз осылай радио тікелей эфирде отырса, вообще өлең айтып жатқан кезде билеп кетеміз машинада отырсақ та. Ағамыздың әнін өзіңіз айтып жүретін кезіңіз бола ма? Қай әнін сүйіп тыңдайсыз? Ой, Мадияр айтқан шығар кезінде қыздарға сен түрлі екенсің деп, Ау. Сен түрлі екенсің деп айттың ба дейді кезінде де қыздарға? Айттым ғой мен. Айтқан көрініп тұр. Иә, күлкісінен білініп тұр. Жәке ағам біледі ғой бәрін. Жақсы. Аман бол бауырым. Тамаша, сауал жоқ қой, тілек. Тілегімді ағамыз әрқашан осылай қасымызда ойнап күліп жүре берсін. Дауысы деген жаңғыра берсін Қазақстанда. Рахмет, Мадияр, алғысымызды білдіреміз өзіңізге. Жеңіс аға, мұнда тыңдармандарымыз ән айтсыншы деп қоймай сұрап жатыр, сондықтан да ән айтайық, ән салайық бағдарламасы болғандықтан да. Солай істейік. Жаңағы Мадияр бауырым қатты көңілді көтеріп жіберді. Қияли қыздан ұрайық. Сен өзің түрлі екенсің деп, кәне көрейік. Қияли, бір түрлі қыздарға көп арнайды әнді Жеңіс ағамыз. Сондықтан қияли, арманшыл қыздардың құрметіне арналады. Хей, кет! Бірге шыққаныз достар. Хей! Сен өзің түрлі екенсің, мінезді түрлі кім көтерсің. Адамды ақылынан адастырып, бір күні бұл күйіңмен жынды терсің. Сен өзің түрлі екенсің. Мен сені іздеймін ғой келмесең де, мен саған сенемін ғой сенбесең де. Өзіңді жүрегіммен көріп тұрам, сен мені жанарыңмен көрмесең де. Сен өзің түрлі екенсің. Билейік. Yarara. Мен сені сүйкімді қыз еркем дебім, жүрек жоқ сені көріп өртенбеген. Келемін үмітімді үзбей әлі, сөзіңнен ертең деген. Сен өзің түрлі екенсің. Сен өзің қилы екенсің. Мінезді қилы кім көтерсің. Мен сенің көз алдыңда болмасам да, сен менің көз алдымнан күнді түрсің. Сен өзің қилы. Сен өзің түрлі. Сен өзің түрлі екенсің. Сен беванам Сағамыздан осындай тамаша. Барша қазақ еліне энергия деп айтайық. Рахмет. Бұл рок-н-ролл стилі, яға? Иә, таза рок-н-ролл. Енді қазіргі кезде неге осы рок-н-роллды, жазды көп жазбайтын болып кетті біздің жастар? Енді әлде біз естімей жүрміз? Айтпай-ақ қойыңсың. Бұларды жазу үшін, бұларды көп тыңдап, осылардың ішінде болып, содан кейін шығу керек. Өйткені жайдан жай ол рок-н-ролл жазылмайды. Әртүрлі нәрселер болады, бірақ бұл дәстүрді, бұл традиционный рок-н-ролл деп аталады. Бұны өзі ойнап, өзі айтып, солай болмағаннан кейін оны шығару қиын негізі. Әнді өзі жазу керек, е? Мәселе ән жазған емес, мәселе рок-н-роллды көп тыңдағанда. Енді Жеңіс аға әріптесім айтып жатыр ғой, қазіргі әншілер неге рок, джаз әндерін айтпайды деп. Өзімізді әудемейтін қазақ жоқ деп жұбатамыз, дегенмен бүкіл қазақтың әнші болуы шарт емес. Қазір ән де көп, әнші де көп. Қазақ эстрадасына өзіңіздің пікіріңіз? Жоқ, негізі мен түсіндім. Жаңағы енді ол
ол бәріне не емес, жаңа тән болмау керек, ана не жазу, жаңағы рок-н-ролл или там реггей стилінде, мысалға мен кезінде жұмыс істеген кезде әрбір стильдің өзінің бір уақыты болатын сияқты. Қазір басқаша стильге кетті, мысалға. Әр дәуірдің үні дейсіз ғой. Да, әр дәуірдің үні бар. Сондықтан оларды кінәлаудың да қажеті жоқ. Неге рок-н-ролл жазбайды, неге реггей? Жаздым ғой мен енді. Сонымен жетер. Келесі адамдар басқасын не қылсын, хип-хопы бар, басқасы бар, мысалға. Сондай әндерді айта берген жөн. Енді заманына сай болу керек негіз адам. Өйткені біз көп тыңдауымыз керек deyіп айтатыным. Өйткені біздер соны тыңдап өссек, содан кейін осындай әндер туды. Енді осы қазіргі жастар осы болып жатқан үлкен дүние жүзіндегі нәрселерді, жаңағы мықты стильдердің бәрін тыңдап, онымен бірге терезе тең тұру үшін солар сондай бір әндермен байланысты болу керек. Бірақ енді біздер кейбір кезде айтамыз ғой, жоқ, сол біз қазақша әніміз жетеді. Орасында да ол бізге жетеді. Мысалға, мына палуандардың ішінде мынандай сөз бар. Домашний борец деген. Бәрін қырат үйде. Сыртқа шыққан кезде ұтылып қалады, мысалға. Тура сол сияқты. Біздің жастар, мен айтайын, әншілерімізде сондай әншілеріміз көп болса екен деп. Енді оның ішінде бірі екісін айтатын болсақ, мысалға қазір Димаш әлемді таңғалдырып жатыр. Ол енді Қазақконцерт біздің ұйымымызда жұмыс істейді. Қазір мысалға Америкада үлкен концерт берейін деп жатыр, сосын жаңа Англияда. Ең қызығы, оны жаңа Қытайымыз бар, бәріміз бар, бәрі көтеріп жатырмыз. Но ең бастысы біздің министрліктің қолдауымен болып жатқан дүние. Мәдениет және спорт министрінің қолдауымен, министрліктің қолдауымен болып жатқан дүние. Сондай жастарымыз көбейе берсе, ол енді әрбір адам, мысалға, имиджевый как проект сияқты ғой, мысалға, кезінде мысалға Роза Бағланова, там Бибігүл Төлеген, Ермек Серкебаев көкелеріміз кәдімгі таза штучный как товар сияқты, мысалға, енді қазақша, орысша айтқанда, қазақша айтқанда да сондай болды. Сондықтан осындай жастарымыз біреу болмасын, көбейсін, жақсы әндерді жеткізсін. Өйткені қазір әлемде бүйтіп айтасың болсақ, қаяқтансың дейді, From Қазақстан деп өзіңді айтқан кезде, дейді, мысалға, Димаш, мысалы, оның алдында да әрине елбасымыз да айтады, одан біз ұтылмаймыз, наоборот, қайта рахаттанамыз. Астана дейді, мысалға, Назарбаев деп атқан кезде кәдімде кеудеңді ұрасың, мысалға, значит, осындай таза біздің бренд өзімізде. Мында хат келген екен, хатты оқи отырайын. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, Жеңіс ағамыздың дауысы керемет. Қазір осылай айтатындар бар ма екен өзі дейді. 100 жасасын, немерелерінің қызығын көріп жүре берсін, шөберелері көп болсын дейді. Мен бір ағамыз айтқан екен, аз қалдық қой деп. Сол сияқты. Жоқ, қазір бар, Құдайға шүкір, жастар өсіп келе жатыр. Біз жастарға сенуіміз керек. Біздің Қазақстанның болашағы тек қана жастарда. Астана мюзиклда енді сіздерде Қазақконцерт ұжымында жастар өте көп, жас әншілер. Олар жеке шығып ән айтамыз деп жатса, өзіңіз қарсы болмайсыз ба? Ешқандай. Қайта керісінше мен оларға көмектесуден ешқашан шаршаған емеспін. Олардың өсіп өнгені маған ыңғайлы, халыққа да ыңғайлы. Ал Жеңіс аға, ән тыңдайық. Ал жасай бер ана, аналарым жасай берсін. Бірге тыңдайық. Айналайын аяулы асылана, ақшағала күмістей шашыңана, самғай ұшып кетсем де қияндарға, саған деген сағыныш басылама. Сен болмасаң аяулы асылана, шуағым боп күн нұры шашылама. Ақ сүтіңмен аялап нәр бермесең, күй сандығым күмбірлеп ашылама. Ана, аяулы жаным ана, арайлы таңым ана, жасай бер мәңгі. Ана, көңілдің гүлісің сен, өмірлік ырысым ана, тіршілік тынысым ана. Арнадым өзіңе ғана осынау әнді. Асыл анам жанымда жүре берші, жас күніндей жайраңдап күле берші. Әппақ қардай кіршіксіз көңіліңмен жүрегіме жылу боп кіре берші.
балаң болып ер жетіп марқайсам да, жасай берші жанана қартайсаң да, мәңгі көктем өмірдің өзегісің, мейірімің көлгөсір дархан далам. Ана, аяулы жаным ана, арайлы таңым ана, жасай бер мәңгі. Ана, көңілдің гүлісің сен, өмірлік ырысым ана, тіршілік тынысым ана, арнадым өзіңе ғана осынау әнді. Ана, аяулы жаным ана, арайлы таңым ана, жасай бер мәңгі. Ана, көңілдің гүлісің сен, өмірлік ырысым ана, тіршілік тынысым ана, арнадым өзіңе ғана осынау әнді. Арнадым өзіңе ғана. Арнадым өзіңе ғана осынау әнді. Аналарым жасай берсін. Иә. Иә. Аналарымыз аман болсын деген тілекпен енді тебіреніп тамаша болып отырған жайымыз бар. Өйткені бүгін біздің студиямызда Жеңіс Сейдолла ағамыздың өзі жанды дауыста ән салып. Рахмет. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Ол рас. Бүгінде кімді ерекше сағынасыз? Әрине, анамды сағынам. Енді анда-санда елге барып тұрамыз. Енді Құдайға шүкір, қазір мынау телефон арқылы сөйлесіп тұрамыз ғой, күнде жағдайын сұрап. Сол кісілер енді бір Құдайдан сұраған кезде айтатын ғой, бәрін рет-ретімен берсе екен деп. Сол сияқты кісілер осы анамызға мен жаратқан немнен сұрайтыным, осы маңдайы жарқырап, жыламай, былай ауырмай, солай жүрсе екен дейміз негізі. Қазір 86-та Төретам деген бекетте, Қызылорда облысында. 100 жасасын анаңыз. Аумин. Аналарымыздың барлығы да аман болсын. Иә. Қазақ елін әндерімен, әлдилерімен тербетіп жүре берсін деген тілекпен біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Аға, енді қазіргі кезде әншілерден кімді тыңдайсыз жастардан? Жастар бар негізі. Мен негізі бәрін тыңдаймын. Көбінесе уақыт болмай жатады енді, жаңағы біреуге бір ыңғайластырып, былай не қылғанға. Көлікте кетіп бара жатқанда, иә? Көлікте кетіп бара жатқан кезде кейбіреулерінің әңгіме шыны керек, ол атын біліңкіремей жатамыз. Бірақ кәдімгідей жақсы бір ән шырқалған кезде марқайып қаласың. Бар екенбіз ғой деп. Сондықтан Құдайға шүкір, жастар бар негізі. Көбірек шығармашылықпен айналысқан жақсы көрем негізі балдардың. Жан-жақтан алып үлгереді ғой енді, бір апыр-топыр жаңа плагиатсызбен байланысты айтып жатыр ғой. Ол да бола береді. Егер де ол бір жақсы бір әнге жақсы сөз табылып жатса, ол сөзді еш халық айтып кетіп жатса, содан үлкен бақыт жоқ негізі әншіге. Бір сұхбатыңызда 6-шы сыныпта оқып жүргенімде әкем гитара сыйлады. Сол гитарамен 7-ші сыныпта мектептің ансамбліне мені қабылдады. Сол сәтте мен өзімді үлкен әртіс ретінде елестететінмін деген едіңіз. Демек бала арман орындалды ғой, Жеңіс аға? Ол рас енді, ол да енді адам бақытты болу үшін расында дұрыс мамандықпен дұрыс келіншек алу керек қой негізі. Сондықтан менде Құдайға шүкір екеуі де бар. Расында да арман орындалды. Жаңағы гастрольдің бәрін жасадық, үлкен кісілердің көзін көрдік, ақылын тыңдадық. Құдайға шүкір, білмейтін дүниеміздің бәрін солардан сұрап, ол кісілердің бізге салып берген үлкен сара жолы, дара жолы да. Құдайға шүкір, сол жолымен келе жатырмыз. Тамаша. Енді тағы бір аға жарнамалап өтейік. Бізде Астана Мюзикл деген Астана қаласында тамаша театр бар. Жақын уақытта. Қазақ концерт үйінде.
жақында Нотр-Дам де Пари деген Гюгоның тамаша мюзиклын қояды деп күтілуде. Ол деген кәдімгідей үлкен мықты переговорлардың бәрін өтіп, келісім шартқа отырып, сондай дүние. Расында да әлемді таңғалдырған үлкен мюзикл, рекорд жасаған, рекорд жасаған. Сол Нотр-Дам де Пари енді біздің Қазақстанда қазақша, қазақ тілінде сахналанады. Қашан қойылады? Бұған да тыңдаушыларды осы 20 декабрь мен 30 декабрьдің арасында біздің мынау пирамиданың ішінде сол жақсылап тұрып халыққа соны кәдімгідей бермекшіміз. Келіңіздер, оны да көріңіздер. Расында да әлемді таңғалдырған дүниені әлемнің жаңағы 30 тілінде жаңағы соның ішінде 30 тілдің ішінде біздің қазақ тілінің кіріп тұрғанына Құдайға шүкір деп ойлаймын. Енді кейде әттеген-ай деген сәттер болады аға. Әттеген-ай санаулы секунд қалды. Сондықтан да бір тілегіңізбен, бір әнмен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ. Енді жалпы қазақ еліне тыңдармандарға не тілеуге болады? Отбасыларыңызда тыныштық тілеймін. Еліміздің аспаны ашық болсын дегім келеді. Қоғамға өте пайдалы болатын балдар дүниеге келсе екен дейміз. Қыздарымыз бұрымды, жаңағы жігіттеріміз мінезді болса екен дейміз. Әлемде не жақсылық бар, соның бәрін тілегім келеді. Мынау қазір араб тілі бізге тілі жаңа көбірек кіріп жатыр, сол кезде айтатын екен. Әлхамдүлілла, әлхам берекесін берсін дейді екен. Сондықтан мен айтар едім, осы берекелі Қазақстанымызда мерекелі күндеріміз көп болып, жаңағы балашаға өсіп, осының бәріне ие болатындай бір жақсы тәрбиелеп кетсек балдарды, сондай үлкен арман жоқ негізі. Амин. Бүгін біздің ән салайық бағдарламасында 1 сағат көлемінде жанды дауыста ән шырқаған, жай ғана әнші деп айтсақ та басқа атақтарының барлығы да соның ішінде әнші, композитор, Қазақконцерт мемлекеттік ұйымының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Сейдолла ағамыз дәл қазір қандай әнмен? Ән жүрегім Астана. Бұның да сөзін жазған Әбдірахман Асылбеков. Жатқан жер жайлы болсын. Құрметті астаналықтар, осы әнді мен сіздерге арнаймын. Жалпы қазақстандықтарға. 1 қараша күні баршаңызды саған әнім атты шығармашылық кешіне шақырамыз. 1 қараша сағат 19:00-де. Қазақстан орталық концерт залында. Ал сіздер үшін бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Ертас Жақыпбай, әріптесім Әйгерім Оралбекқызы, сізбен бізді байланыстырған әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы және де Дәулет Аманбаев мырза. Құрметті радио тыңдаушы, әр қазақтың шаңырағында ұлы даланың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. Ән жүрегім Астана. Аралап келемін кең даламды, аралап келемін ен даламды, бағалап келемін ер бабамды, жер қорғаны, ел қорғаны. Кең байтақ көсілген жеріміз бар, өркенін өсірген еліміз бар, айқара ашылған төріміз бар. Келіңіздер, көріңіздер. Самғап қыраным ғарышты, жалғап жақын мен алысты, ғашық жүректер табысты. Астана көгінде менде, Астана көгінде сенде, ән арнап егемен елге қалықтай берейік. Астана елімнің ақ ордасы, Астана елімнің бақ ордасы, Астана жерімнің қақ ортасы, жер кіндігі, ел бірлігі. Көңілі көктемдей ашық әр күн, жастары жайдары ашық жарқын. Астана қаласы ғашықтардың бақыт нұры, шаттық жырын. Самғап қыраным ғарышты, жалғап жақын мен алысты, ғашық жүректер табысты. Астана көгінде менде, Астана көгінде сенде, ән арнап егемен елге қалықтай берейік.
қуанышты жалғап жақын мен алысты ғашық жүректер табысты Астана көгінде менде Астана көгінде сенде ән арнап егемен елгем Астана көгінде менде Астана көгінде сенде ән арнап егемен елгем халықтай берейік Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық.